өзінің біраз салмағы бар, мықты біліп, кәдімгі көтеріп біраз күшті талап етеді. Термине осы не үшін керек? Сол бізде қазір кең таралған жоқ енді, бірақ ол да бар деймін. Сол кітапта болған омашық қатты баланы ұрған, маған қатты болған, кішкене үлкен адам болған шығар, еркек болса, оны ойнатып отырып, жай-жайдан зиян түсіндіріп, одан шеттеп тастайды. Мысалы, сіз оған барып тікелей айта салсаңыз, сондай сөз басыңды жұлып, отқа лақтырып жіберген сөздер сияқты айтқаннан кейін менің ойым өзгерді. Ол жұмыс істей алмайды ғой. Сосын басқалар айтады, қой олай болмайды ғой. Мысалы, жаңағы кісі айтады, мысалы мен 2000 теңге алсам, неге кішкентай бала 2000 теңге алып келеді. Сосын қалғандар айтады, жоқ бұл бала айтады, ана жақтағы магазинге, дүкенге барып бізге заттар алып келіп жүрші. Содан кейін жүгіріп, олай болмайды ғой, ол да бізбен бірге тең болып жұмыс істеді. Содан кейін олар айтады, бізбен мәселені басынан шеше алайық. Содан кейін дау шығармау үшін. Содан кейін